сізді қалай алып қашып кетті, соны айтыңызшы. Апаң мен 8-ші класс оқып жүргенде каникулда Қаржан ағатайым үйінде болдым. Құрылыс деген ферма болды, ағатайым мал жақтық құрылыста Қаржан ағам. Солардың үйіне демалысқа келдім каникулда. Одан как раз Қазихан атам да сол жерде, Сананың әкесі. Как раз Сана сонда келіп жатты. Сонда келді Тілеукөш марқұм екеуі. Содан қасында осы Құдайберген марқұм бар. Сөйтсем Тілеукөш жездем саған мен сол жақтан Сананың бір сіңілдерін алып берем деп алып кетті жаңа. Әкейді. Соған не керек? Ағатайым білмейді, тәтеме айтты. Айтқан шығар енді Сана. Содан жетім жігіт баяғын ал. Қағар соғары жоқ. Тілеукөштің жолдасы деп солай айтқан ғой деймін тәтемдерге. Содан Сана маған да айтты. Менің қасымда боласың. Жалғыз жетім жігіт мынау, қағар соғары жоқ. Өзің билеп, өзің төстейсің. Өзің жетім өстің енді. Біреуге барып, ұрып соғып өмірдің қиындығын көрмейтін. Деп ән жерде мен бармын, саған бірдеңе не етсе, мен бар нетем, сені қорғайтын. Басымды айналдырып тастады өзі. Содан жарайды мен оқуға кетіп қалдым. Мектепке? Мектепке ме? Мектепке кетіп қалдым. Неше 8 оқып жүрсіз бұнда? 8 оқыдым. Содан мектепте оқып жүрдім. Содан бір күні осы Қаратайша. Қаратайша келіпті. Ол кезде школ директоры Сартынбаев Төлеутай деген болған. Енді Төлеутай жақын ғой енді бұларға. Содан жаңағы Қиян Қапанның ағасының аға Тұтатадан қосылатын ағаларының баласы ғой жаңағы школ директоры. Содан соның үйіне кім кетті? Қаратайша кетті. Баяғы енді айтқан ғой анда барғаннан кейін. Соны апам марқұм құлағына тигеннен кейін сені тусын. Баяғы сондай школ директор соған бар да айт деген ба. Кімге айтқан оны? Қаратайша. Қаратайша? Қаратайшаны шешесінің бауырына айтқан, Құдайберген шешесінің бауырына. Бауыры ғой Қаратайша дегеніз. Тишім апамның. Содан ол келіп, сол Қаратайша келіпті да Төлеутайдың не түсіп, Төлеутайға айтып. Школ директорге? Школ директорге. Сосын школ директор сондай кісіні айғайлап, школдағы баланы күйеуге бер дегенімізіне деп ұрсып, содан қарсы болып, содан кетіп қапты Қаратайша. Содан бір күні Көшербай ағам, ол жақта ғой, Қаржас жақта. Көшербай аға тоқтау рулас. Көшербай ағаның машинасы менен Құдайберген марқұм бар. Жұмажан бар. Жұмажан дейін барып кел шауып белге салады ғой ол кезде бар. Құлдары сияқты. Соның бәрі келген. Содан Матайдың үйіне келген, Матай ағаның үйіне. Сонда келіп, Төлеукөштен бар ғой деймшінде. Содан Күлімжан шақырды мені. Бір балан жігіт, ағылып кетіп кетсін ішті. Сосын сонда бардым, сосын айтты, сеніңіз кетесің қазір күйеуге. Сөйлескен жігітің бар екен ғой, солар келіпті. Көшербай ағаң бар. Жақсы жер дейді, жақсы жігіт дейді, жетім ешкімі жоқ дейді. Кет осы жігітке дейді. Сол Күлімжан сап берді маған. Сол машинаға мені салып мінгізіп қоя берді. 8 оқисыз? Жаңа мектеп директор рұқсат бермесе де қараған жоқсыз? Қараған жоқ, кетіп қалды. Содан Матай ағам бірге кепті. Ол кісілер енді ішеді ғой ол кезде. Ол кісі бірге кепті. Мен ол кісінің бірге келгенін білмеймін, машинаның үстінде бірге кепті. Содан көшағандықтан күнді ол кезде нете қоймайын. Содан алып келді, Қанайға келді. Қанайдан бері қарай асып түсті. Бір ненің үстінде түнде келе жатырмыз, бір аппақ бірдеңенің үстінде. Сөйтсек, көлдің үстінен жүреді екен. Ол кезде ма? Иә, ол кезде. Машинамен? Машинамен. Қыста ғой енді? Қыста. Содан келді, алып келді. Бізге сепар толып отыр. Санапам да сонда. Жәміш апаның үйіне түстіңіз? Жәміш апаның үйіне түстім. Жоқ, Жәміш апаның үйіне түстім жоқ. Кімнің үйіне түстім? Мейрам ағаның үйіне түстім.
түседі. Мгм. Сонда түстім. Сонда болды. Ертеңінде той жасады олар, той немене? Ана бір неңіз қайсы? Мына жерде менің кім? Bir ағам тұрады деп айтып келесіз, ол ағаң машинаның ішінде болды деп. Сосын мен оның келгесін айттым ғой. Осында менің Көшербай деген ағам бар деп. Аха. Сөйтсе Көшербай ағаңыз қасыңызда жүр. Сосын күле, Күлзия марқұм бар. Сол кезде үлкен әйелдерден. Содан сол ағам сені алып келген дейді маған. Соның машинасымен келдің деп. Енді бір кезде ертеңінде таңертең тұрсам, шай ішіп жатсам, Матай ағам сонда жүр. Мәссаған. Сосын тойда болып оқысы қайтты. Кешке тойда болды да кетті. Оған үшінші күні школ директор қуып келді ғой төледі. Төледі айға қуып келді бәріне. Мен көрінген жоқпын, қорқып шыққан жоқпын. Содан мен сотқа берем бәрін, соттатам. Содан әйтір оғып төледі айтып көндіріп қоя берді ғой. Соң қолынан қағаз жазып берді мен. Апам марқұм келді. Школ директор келіп жатыр. Жәміш апа ма? Жәміш апам сол үйге келген ғой. Мен алтынды көрмей кетпеймін, мен оның қолынан қорқат алуым керек, менің басым кетеді ертең деп құлаң сағатыр. Апам қасымда отырып маған жаз болды, жаз деді. Өз еркіммен дедім мен. Содан апам бәрін жаз болды. Мен өмір жасымдан өзім жетімдік көрдім, мен жақсы өмір сүргім келеді баяғы. Содан кетіп қалдым. Ол кісі солай диктовать етіп тұрды ма сізге? Диктовать етіп тұр маған. Солай жаз деді. Әкеме қиындық түсіргім келмейді. Қараш. Сол себепті кеттім деп жазды. Солай жазып берді. Болды ғой. Қағаздап та төледі кетті. Сіздің атыңызды Алтын деп қойған ба негізі? Неге Айтжан дейді? Менің атым Айтжан, Айткүн туыппын. Айткүні туыппын, атым Айтжан. Неге Алтын деп кеткен? Оны әкем марқұм еркелетіп Сары Алтыным деп. Содан Алтын болып кетті. Негізі азан шақырып қойған атыңыз Айтжан. Атым Айтжан. Айтжан деген ешкім білмейді қазір. Білмейді, Алтын дейді бәрі. Бәрі Алтын дейді. Кәбира тәтемнің атын кім қойды? Кәбира әкем. Өзі қойған. Мәзира, Кәбира, Қайролла деп, содан сіз 8-ші класс оқып жүргенде қыста күні кетіп қалдыңыз ғой папама, Кетіп қалдым февралда. Папам шофер болып істейді онда, Папам онда шопыр. Шопыр кімнің? Қай директор совхоздың болып еді или жоқ, жай шопыр? Одан Южныйға кеткенде ғой директор. Тасынан біразға. Сосын жаңа Жәміш апа, Мейрам ағаның үйіне түстіңіздер, сосын Жәміш апаның қолында тұрдыңыз ба? Дәрім ағатай үйінде? 2 айдай ма, 1 айдай Мейрамның үйінде тұрдым. Содан кейін барып Жәміш апаның қолына. Сосын неше жылдан кейін бөлек шықтыңыздар? Апам қолында 3 жылдай отырды ғой. 3 жылдай? 3 жылдай отырды. Ол кісі Дәрім ағаның қолында болды, марқұмдардың. Ортада Ақтайым Сәуле деген қыз ауырды. Жүректен ауырып қайта Павлодарға дәрігерге апарады, қайта апарады. Содан бір ретінде Құдай білгенменен келді, алып келді Павлодарға. Ана не машинаға алып қойды. Содан алып келді, содан жаңа жылда жап-жақсы тәуір болып келген Сәуле марқұм. Содан жаңа жылда әлгі карнавал болып киініп біреулер кірген ғой. Сол кезде анау қатты қорқып қалған. Қайтадан жүрегінің приступы ұстап Павлодарға алып келді. Дәрім атамыздың Аптайым марқұмның қызы үлкені. Сол Павлодарға қайтыс болды аяғы. 13 жасында қайтыс болды. Әп-әдемі қыздың мынау қыздардың біреуі ұқсамаған. Өзі қап-қара. Неше жасында? 13 жасында. 13 жасында қайтыс болды ма? Жәміш апа біздің әкеміздің әкесінің апасы. Ол кісі жаңағы Дәрім Жазен Аптайым дегенде жаңағы Жәміш апаның үлкен ұлы. Жазен Аптайым ол кісінің үлкен ұлы Дәрім ағатай, ол кісінің әйелі Жазен Аптайым. Келіні солардың қолында тұрған ғой. Сәуле жаңағы сол екеуінің қызы, Қызы. Сол жерде 3 жылдай тұрдыңыздар, сосын барып бөлек шығарды, Вот тарих. Берді. Содан мына Тілеукеш марқұмның шешесі Камила деген кісі біледі екен сол ана Құдай білгенді қолын алып келгенін де бәрін де. Сонда несі құс төсегі қайда, Құдай білгеннің жастығы қайда деп сөйдеген апама. Сөйтсе құс төсегін келін жатуға болмайды деп Зейнепке берді. Кімнің құс төсегінен? Жәміш апаның ба? Жоқ, Тишім апа. Тишім апамыздың.
ұлына неге бермей деп қызына. Ертең келгенше папам сол Иә, сөйтіп құс төсегін даулайтын бұрынғы. Зейнептен ұрысатын ол. Апайдың үйде бір құс Зейнеп деген жаңағы Жәміш апаның қызы. Әжеміздің құс төсегін сол әжеміз алғанда Қызына берді. қызына беріп жүрген ғой. Әжеміз емес, әжеміздің жаңағы жеңгесі, иә? Несі? Қайсыңызы? Қайнапасы. Қайнапасы. Сонда Міне тарих деген осы. менің әйелім жатқызсын, жатпайды деп бердің алсын. Неге күйеу баланы жатқызасың? Папам, иә? Деп Сөйтіп. папаң ұрысып. Аха. Міне Зейнептен ұрысатын қайтар мен dedi. Қысқа сөкті Бұл қайтар. да бір тарих. Бұл бірінші. Сөзі болды, термел алашасы болды, бір кішкентай отырып шыққанда соны берді. қадырын қараша. Иә, сосын бір 2 жастық берді. 2 жастық берді. Мінекей, Екі әңгімен- көрпе берді. Иә. Сонымен шықтық, бір тәленке бауырсақпен 3 топай шай. Балық аулау. Бір тәленге бауырсақ, 3 топай шаймен шығыпты. Тәтемді түсіріп алып жатырмыз, ана папам марқұм қалай алып қашқанын айтып жатырмыз. Тарих, история. Sizle жаза бердім. Содан кейін әкеме хабар жібердім, біз бөлек шықтық, бізде тықта жоқ деп. Аха. Сонда апам 40 теңге ақша берді, 40 теңге. Аха. Теңге ма, сол кезде сом ба, Иә. 40 теңге ғой дейді. Аха. Құдай бергеннің еңбегі деп бергені сол. Содан әкем ат арбаның қасына сиыр байлап, бұзауын арбаға салып, әкем. Үлкен бір қойы бар, салған, бір жәшік арағы бар, әкем. Солай келесі Тошкентте Сізге дейіңіз. ауылды шақырды. Әкем келгесін. Сосын ана бір естімей шипанер болды ғой, менде қоңыр Иә, иә. шипанер. Сол ауылдың әкелген подаркасы. Ауыл. Ауылдың Ол кезде ауыл жиналады. Мінекей, құрметті оқырмандар, осындай тарих. Анамыздың, әкеміздің бір-біріне қосылған сәтінен